Боран 1986 жыл желтоқсан. Операцияға қатысқан әскери қызметкердің саны 50 мыңға жетті. Сонымен қатар, бұл күні де одан кейінгі күндердің ешқайсында атқыштар мен броньді машиналар пайдаланылмады. Тапсырма қаланы және ең басы әртүрлі бағалаулар бойынша 10 мыңға дейін адам жиналған Брежнев алаңын қоршау болды. Түн түсіп жатты. Алаңды негізінен резеңке таяқтармен, қалқандармен және сапер күректермен қаруланған ішкі істер министрлігінің әскерлері қоршап алды. Өрт сөндіру көліктері келіп жатты. Кешке қарай тараптар белсенді әрекетке бармады. Шиеленіс бірте-бірте күшейді. Бірақ екі жақтың ешқайсысы зорлық-зомбылыққа баруға батылы жетпеді. Өкінішке орай, бұл ұзаққа созылмады. Кім бірінші қадам жасағаны белгісіз. Бірақ жалпы ақпаратқа сәйкес демонстранттарды күн шыққанға дейін таратуға бірінші болып әрекет еткен үкіметшіл күштер болуы ықтимал дейді. Өрт сөндіру көліктері пайдаланылған болуы мүмкін. Өйткені таңертең олардың біреу тастармен қатты зақымдалған болады. Түнгі сағат 3-тер шамасында алаңға тағы да қақтығыс болды. Одан кейін таң атқанша салыстырмалы түрде тыныштық орнады. Таңертеңгі сағат 8-тер шамасында екінші рет тарап кету әрекеті басталды. Бұл жолы ауыр қақтығыстар туралы сөз болған жоқ. Тек шерушілерді алаңнан сығып алу әрекеті болды. Бұл текетірес өте ұзақ уақытқа созылды. Әртүрлі ақпарат көздеріне сәйкес түнгі сағат 11-ге дейін немесе күндізгі 2-ге дейін. Күндізгі сағат 4-ге дейін қала ішіндегі бұзақылық пен дүкендерді тонау фактілерін қоспағанда жағдай біршама тынышталды. Бірақ кейін ол күрт радикаланды. Төтенше агрессивті жастардың үлкен тобы тастар мен импровизацияланған құралдарды қолданып алаңға кіруге тырысты. Оған жауап ретінде сарбаздар сойыл мен күрек қолдана бастады. Бұл топтың қайдан шыққаны және қай университетке жататыны белгісіз. Осы оқиғалардан кейін үкіметшіл күштер студенттердің ішімдік пен есірткіге мас болған және оларға ақша төленгенін айтты. Бірақ бұл ақпараттың растауы жоқ. 100-ге жуық адамдар ауыр жарақаттанған. Күрекпен басынан немесе мойнын қатты соққы алған жағдайлар аз емес. Сонымен бірге, қаза тапқан бірінші адам демонстранттарды таратуға қатысқан халық жасақтарының мүшесі Сергей Савицкий болуы мүмкін. Қаза тапқан екінші адам ереуілші Ербол Сыпатаев. Оны алаңда ұрып өлтірген болуы мүмкін. Үшінші өлім митингілерге мүлдем қатысы жоқ автобуста пышақталып өлтірілген жолаушы болды. Қайрат Рысқұлбеков кейінірек оны өлтіргені үшін сотталған болады. Бірақ оның кінәсі дәлелденбеді. Өйткені жалғыз дәлел ретінде белгісіз куәгердің айғақтары болды. Қазақ журналистердің арасында ол кезде полиция жастарды тұтқындап, кейін қала сыртына алып шығып, шешіндіріп, суық суға батырған деген пікір кең тараған. Алайда бұл әрекеттердің расталған бірде-бір жағдайы жоқ. Оқиғаларға қатысушылардың сөздерінен үзінді деректер ғана бар. Дәл осындай күмәнді деректер шерушілер арасында арақ пен марихуананың тартылғанын көрсетеді. Тарту ақыры 18 желтоқсан күні кешке аяқталды. Қақтығыс кезінде 363 адам жарақат алып, 83 наразылық білдіруші ауруханаға жатқызылды. Баспасөз бұл спектакльді қазақ ұлтшылдарының арандатуы деп атады. Дегенмен, бұл наразылық бұрын айтылғандай ұлтшылдыққа еш қатысы жоқ. Жастар өз талаптарында хатшы Қазақстаннан болса, қазақ емес адамды тағайындауды келісті. Ыстық ізге түсу барысында 2000-ға адам қамауға алынып, 326 адам әкімшілік, 99 қылмыстық жазаға тартылды. Бұл жағдайда 2 адам өлім жазасына, ату жазасына кесілді. Соңында бірнеше студент Сабира Мұхамеджанова мен жоғарыда атылған Қайрат Рысқұлбеков өз-өзіне қол жұмсады. Біріншісі жатақхананың терезесінен секіріп кеткен, екіншісі өз камерасында асылған күйінде табылған. Өз-өзіне қол жұмсау оқиғаларының екеуі де өте таңқаларлық. Қайрат Рысқұлбеков алғашында өлім жазасына кесілгенімен, халықтың наразылығынан кейін бұл жаза 20 жылға бас бостандығынан айырылды. Өлімінен бірнеше күн бұрын, кейбір деректер бойынша, бір күн, бірнеше рет адам өлтіргені үшін сотталған Леонид Василенко өз камерасына ауыстырылды. Кейбір мәліметтерге қарағанда, оны Свердловскіге ауыстырады деп күту керек еді. Оның Қазақстанда нені ұмытқаны ашық сұрақ. Василенконың Қайратты өлтіргенін мойындаған болжамды хаты туралы ақпарат бар. Бірақ олардың шындығын тексеруге мүмкіндік жоқ. Көптеген адамдар оқу орындарынан шығарылды. Көптеген жұмысшылар жұмыстан босатылды. Кейіннен сотталғандардың көпшілігі ақталды. Бұл оқиға неліктен болды?
Алматыға көшіп келген кейде жастар мен студенттер есіңізде ме? 1986 жылы олардың саны шынымен де жоғары болды. Ал егер студенттер арасында тұрақты қарым-қатынас шеңбері құрылса, бұл оларда наразылықтарға келеді. Онда халықтың кедей бөлігі үшін бұл өздерінің барлық наразылықтарын сыртқа шығаруға мүмкіндік болды. Өйткені бәсекелестік қалада өсті, сондықтан жұмыстар саны да өсті. Студенттердің наразылығын тудырған, қайта құру заманынан туындаған саяси себептер болса керек. Расталмаған мәліметтерге қарағанда, митингке университет оқытушылары Қазақ КСР зиялы қауымы үгіт-насихат жүргізген. Сондай-ақ оңтүстіктен келген иммигранттардың әлдеқайда қатал темпераментін де ескерген жөн. Олар прогрессивті идеялардың тенденцияларына аз бағынды, сондықтан олардың сөйлеу формасы қатаңырақ болды. Зардап шеккендердің алдын алуға болар ма еді? Мүмкін. Үкіметтің шешім қабылдаудағы алғашқы баяулығы, сондай-ақ кей кездері сәйкес келмейтін кейінгі нұсқаулар құқықтың тиімді орындалуына кедергі келтірді. Орталық комитет мүшелерінің бір-екі сөзінен басқа халықпен жұмыс болған жоқ. 17 желтоқсанда наразылықтардың радикалдануына жол бермеуге болар еді. Неліктен Горбачев болған оқиға туралы үндемей, құрбан болғандарды жасырып, ауыр үкімдерді мойындамады? Мотивтер әртүрлі. Өз қателіктерін мойындамаудан бастап, мүмкін болатын митингілерді одақтың қалған бөлігіне таратуды қаламауға дейін. Желтоқсан оқиғасына қатысты бірнеше тергеу жұмыстары жүргізілді. Біріншісі 1989 жылғы Шаханов баяндамасы деп аталады. Онда орталық комитет мүшесі Мұхтар Шаханов желтоқсан оқиғасы фактілерін жолын кесу, құрбан болғандардың санын әдейі кеміту және наразылық білдірушілер бейнесін бейнелеу туралы айтады. Шаханов өз баяндамасында қамауға алынғандар мен ауруханаға жатқызылғандардың санын бірінші болып жариялады. Шахановтың өзі жасаған тізімдер бойынша өлгендер әлдеқайда көп екенін айтты, бірақ көп ұзамай депутат бұл тізімдердің жоғалып кеткенін хабарлады. Тұтастай алғанда, ол тұтқындалғандардың санын дұрыс жариялады, бірақ сонымен бірге ол өлтірілгендердің тізімдерімен жиі қорқытты және оларды жариялау уақыты келгенде бұл тізімдердің ең маңызды бөлігі жоғалып кетті. Ең толық тергеуді Хельсинки тобы жүргізді. Ол оқиғаға қатысушылармен жүргізілген сұхбаттарды, КГБ мұрағаттық есептерін, Шахановтың баяндамасының деректерін және Қазақстан үкіметінің деректерін біріктірді. Бұл есептердегі мәселе олар екі толық полярлық пікірдің арасындағы ортаны табуға тырысады. Бір жағынан КГБ-ның ресми мәлімдемелері мен олардың есептері, екінші жағынан куәгерлері мен қазақстандық журналистер. Оқиғаның куәгерлері басынан кешкендермен бөліссе, журналистер кеңес өкіметін кімнің қанды қырынан көрсететінін баяғыдан бері жарыса бастады. Қазір қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдары құрбандардың санын 170 және одан да жоғары деп есептеп, наразылық шерулерінің қандай қатыгездікпен басылғанын жалпыға бірдей сипаттайды. Наразылық туралы көптеген аңыздар 1991 жылы шыққан Аллажар көркем фильмінің арқасында пайда болды. Кейде бұл фильмнің кадрлары мұрағаттық бейнекадр ретінде ұсынылады. Нәтижесінде қандай қорытынды жасауға болады? Желтоқсан оқиғасы Кеңес одағында ең ірі де, құрбан болғандар саны жағынан да ең үлкен оқиға болған жоқ. Сонымен бірге бұл оқиғаларды қазір Қазақстанның көптеген заманауи саясаткерлері басты саяси актив ретінде пайдалануда. Желтоқсан тыйым тақырымнан жалқаулар ғана елемейтін тақырыпқа айналды. Формальды түрде бұл наразылықтар ештеңені өзгертпеді. Колбин 1989 жылы бейбіт жолмен басқаруды Назарбаевтың қолына беріп, бірнеше жыл тыныштықпен республиканы басқарды. Одан кейін ешқандай үлкен саяси көтерілістер болған жоқ. Өйткені аяусыз басып жаншу салдарынан наразылық толқыны болмаған. Әсіресе онсыз да тәуелсіз Қазақстанның тізгінін ұстайтындар арқылы желтоқсанға деген көзқарастың қалай өзгергені қызықты. Нұрсұлтан Әбішұлы 1987 жылы былай деген: өткен жылдың желтоқсан айында экстремистік бағыттағы жастардың өмірді білмейтін арандатушылық өсектер мен ұрандарға иммунитеті жоқ. Жұмыста қатыгездігі де жоқ. Әлеуметтік жағынан сау емес студент жастарды өздерін тарта алғаны кездейсоқ емес. 1990 жылы ол өзінің сөзін дөрекі түрде қайталады. Қандай қайғылы оқиғалар. Нағыз бұзақылық 18 күні болған. Полицейлерді ұрып-соғып тас лақтырған. Біз бұл туралы қазір айтпаймыз.
Жараланғандардың арасында олардан да көп полицейлер мен сарбаздар болды дейді. Бірақ 1991 жылы бәрі тәуелсіздікке бет алған кезде бірінші президент өзінің риторикасын түбегейлі өзгертуге шешім қабылдады. Бұлай дейді: әр адамның өмірінде кенеттен байыпты таңдау мәселесіне тап болатын сәттер болады. Алаңға жиналған халық қалаға ағылғанда мен мұны таңдау алдында тұрғанды түсіндім. Не әрекет етуді шешуім керек, не сабырлы түрде орталық комитет ғимаратына оралуым керек. Екіншісі маған адамдарға кешірілмес сатқындық болып көрінді дейді. Олар дұрыс айтты дейді. Мен олармен бірге колоннаның басына бардым. Өздеріңіз көріп отырғандай, болашақ елбасының бір лагерден екінші лагерге көшуіне 1 жылдан аз уақыт кетті. Бұл бір нәрсені көрсетеді. Саясаткерлер желтоқсан наразылығынан көптеген саяси тұстарды сығып алуға болатынын тез түсінді. Сондықтан бұл тақырыпты ыждағаттылықпен жүргізе бастады. Өкінішке орай, адамдардың жеке амбицияларының артында шындықтың өзі жасырылды.